Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге бар жоғы бір-ақ жұмыртқадан шығатын, үгілмелі болып шығатын жұп-жұмсақ үй жағдайында кекс дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа керек болады. Жұмыртқаны таза ыдысымызға жарамыз, үстіне қант салып, блинчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және араластырған кезде біздің массамыз осылай аппақ болып ағаруы керек. Салқын сүтімізді құямыз және ерітілген сары майымызды құямыз. Осы қоспаның барлығын блинчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бір кесе ұнымызды толықтай салып, тағы да араластырамыз. Арасы іртік болып қалмасын, толықтай барлығы сіңгенше араласқанша араластырып алыңыздар толықтай. Және осы кезде бір ас қасық қамыр қопсытқыш, яғни разрыхитель, және де бір ас қасық ас содасын қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі кезекте екінші кесе ұнымызды қосамыз. Блинчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Толықтай араласын, іртік болып қалып кетпесін. Және ең соңында осындай сұйық майымызды екі бөлікке бөліп қосып араластыратын боламыз. Бізде қамыр осындай қаймақ сияқты болып тұруы керек. Енді кез келген формаға құйып пісіріп алсаңыздар болады. Менде осындай формочка және ортасына осындай мейіз, жаңғақ қосып пісіріп алсаңыздар болады. Немесе еш нәрсе салмай қойсаңыздар да болады. Пешке 180 градусқа 30-35 минутқа жібереміз. Бетіне сахарный пудра сеуіп ұсынсаңыздар да болады. Қараңыздар, бір ауызға салса ериді. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Бұл рецептпен ешқандай өкініш болмайды. Және де достарыңызға тарқатыңыздар, әпкелеріңізге жіберіңіздер. Осы видеоны қолдап қойыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.